Ғажайып түс ертегісі. Ертеде Арман деген бір бала болыпты. Бір күні Арман түс көреді. Түсінде Арманның дене мүшелері дауласады екен. Бас бірінші болып былай дейді: мен бәрін басқарамын. Менде көз, ауыз, құлақ, мұрын бар. Мен болмасам, адам ештеңені көрмейді, естімейді, иісті де сезбейді, сөйлей де алмайды, тіпті аштан өлер еді, дейді бас. Мойын: егер мен болмасам, сені ары-бері жан-жаққа кім бұрар еді, дейді мойын. Осы кезде қызу таласқа қол араласты. Егер мен болмасам, жүк тасу, тамақ дайындау, кір жуу, үтік теу, жазу, сурет салу, әртүрлі аспапта ойнауда қиынға соғар еді. Бір кезде кеуденің де шыдамы таусылып былай дейді: менше, егер мен болмасам, адам болар ма едің? Мойын, сен қайда қалар едің? Қол, аяқ, сендер ше, деді. Аяқта шыдай алмай былай дейді: ал сендер біздің арқамызда мектепке, дүкенге, киноға барасыңдар. Күні бойы жүгіреміз. Сонда да рахмет айтпайсыңдар, дейді аяқ. Сөйтіп Арманның түсінде бас, мойын, кеуде, қол, аяқ бір-бірімен ұрсысып жатады. Еш қайсысының да жеңілгісі келмейді. Бұл дау өте ұзаққа созылып кетті. Бұл айтыстың қалай аяқталатыны Арманды да қатты қызықтырды. Бірақ та ең қызық жерінде Арман оянып кетті. Қап әттеген-ай, Арман оянып кетті. Кімнің жеңетінін білгісі келіп еді. Ал сендер қалай ойлайсыңдар? Адамға ең керегі қай мүшесі? Бас па, мойын ба, кеуде ме, әлде аяқ пен қол ма? Қалай ойлайсыңдар? Комментарияға жаза кет. Осымен ертегіміз аяқталды. Ертегі ұнаса, менің парақшама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.